Ноғай халық ертегі Бозақбай эм Қызанбай. Бұрын заманда екі дос яшаған болыпты. Бозақбай эм Қызанбай. Бір кере олар аңшыламаға кетеділер. Олардың алдынан бір қоян шығады. Бозақбай Қызанбайға қоянды соқ деп айтады. Қызанбай, жоқ, мен ұрмаймын, сен ұр дейді. Қоян бұлардың алдынан өтіп кетеді. Соң Бозақбай Қызанбайдан: сен қоянды неге ұрмадың? деп сұрайды. Менің қатыным айлы, ол қоянды айлы, мен соны үшін ұрмадым, деп жауап береді. Аше, сен неге ұрмадың? деп Қызанбай сұрайды Бозақбайдан. Менің қатынымда айлы, мен соның үшін ұрмадым, деді Бозақбай. Ол заманда ару, егер екеуміздің де қатынымыз қыз тапса, айырылмас қимас етерміз. Егер екеуді яс тапса, айырылмас тең боларлар. Біреуі қыз, біреуі яс болса, айырылмас құда болармыз, деп сөйлеседі. Үйіне қайтып келе жатқан заматында Қызанбайдың алдына бір атлы шауып келеді. Қызанбайға қатынын қыз тапқан деп айтып кетеді. Қараса, тағы бір атлы шауып келеді. Ол келіп Бозақбайға қатынын яс тапты деп айтады. Бұлар үйлеріне барғанда икон той етіп, құда боладылар. Қызанбайдың қызына Қивасекер, а Бозақбайдың ясына Бозтоқлы деп ат тағадылар. Қивасекердің атасы жүзік ясатып, қыздың атын яздырады, Бозтоқлыға береді. Бозтоқлының атасы жүзікке ястың атын яздырып, Қивасекерге береді. Бір заманнан соң Бозақбай өледі. Қызанбай әйелі мен қалмықларға ұзақ ерге кетеді. Бозтоқлы икон болады. Бір кере ол асық ойнатқан заманда бір піше сүт әкеле атқан болады. Ол асықпан ұрып, ол пішедің сүтін төгеді, аяғын да бұзады. Ол Бозтоқлыға айтады: сенің атан бар заманда саға бір ыспай қызды айттырған еді. Сенің атан өлгенде өксізге қызымды не беремен деп ол ұзақ ерге көшіп кетті. Сен сосыман сұм болып қалдың, деді. Сол заманда Бозтоқлы үйіне барып, басым ауырайды деп ятты. Соң оның анасы не етейігін білмей: мен саға қой сойдырып ет асай ма? деп сұрайды. Жоқ, деп жауап береді Бозтоқлы. Аше, не етейім, яда тары қурай ма? деп сұрады тағы да анасы. Айе, тары қуыр, деді Бозтоқлы. Анасы тары қуырып ятқанда, Бозтоқлы қуыратқан темір қасықты алып, анасының қолына басады. Анам, ал енді ясырған затыңды да айт, не зат ясырасың? Тіліме сызкірсің ясырған болсам, мен сенен бір зат та ясырмадым, деп жауап береді анасы. Ясырмаған болсаң айташ, атам өлгенше маға кімнің қызын айттырған еді, Атаң сау заманда саға Қызанбайдың Қивасекер деген қызын айттырған. Оларды сенің атаң өлгенде ұзаққа қалмық еллерге көшіп кеткен, дейді. Аше, солай болса, маға ас әзірле, еті қапталдаттық, деді. Сол әзірленіп, жолға түсіп кетеді. Ұзақ заман жүреді, соң бір Қубасқа етеді. Салам алейкум, Қубас, деп айтады Бозтоқлы. Алейкум салам, балам, ялпақпас, қайда барасың? Алла жолыңды етсін, дейді Қубас. Яс оның үстіне бір қаптал ялады. Соң тағы да кетеді. Тағы да бір Қубас жолғады. Салам алейкум, Қубас, деп айтады Бозтоқлы. Алейкум салам, ялпақпас, Алла жолыңды етсін, деп айтады Қубас. Бұл Қубасқа да бір қаптал береді. Сөйтіп ол еті Қубас көреді. Бір көп заманлар жүрген соң бір қалмақлардың еліне етеді. Бір құйдың қасына барып тоқтайды. Сол құйдың қасына Қивасекердің ялшысы суға келеді. Бозтоқлы су ішейім деп оның құмғанын алады да, су ішкен кісі болып, оның ішіне жүзігін таслайды.
Кыйбасекер ялшысына құмған әкел деп қышқырады. Ялшысы құмған әкеледі. Құмғанның ішінде бостоқлы таслаған yüzük шығырдайды. Кыйбасекер ялшысына екірінеді. Құмғанның ішіне не зат түсіргесін? Мен оға бір затта түсірмедім. Тек құйы қасында бір егіт су ішпеге тілеп алған еді. Білмеймін, ол бір зат таслаған болса ярайды. Кыйбасекер төгіп қараса, құмғаннан yüzük шығады. Онда Кыйбасекердің аты yazылған болған. Оны әлі оқмаға шақыр, деп бұйырады Кыйбасекер ялшысына. Ялшысы бостоқлыды шақырып әкеледі. Екі яз бір-біріне ашық боладылар. Ама Кыйбасекерге бір қалмық дау үйленейік болып тұры екен. Ол тек 7 кеше, 7 күндіз ұйқыламаға керек болған. Кыйбасекер ялшысына 2 атты әзірле деп бұйырады. 2 күшлі ат тез оқ әзір болады. Олар екеуі 2 атқа мініп кетеділер. Қалмық дау оларды әскері мен қуады, ама ете алмайдылар. Бұлар кетеді, үйлеріне юуқлап келе жатқанда, бостоқлы бір биік теректің басына Кыйбасекерді олтыртып, анасын әкелмеге кетеді. Бостоқлы үйіне барғанда, тез оқ Кыйбасекерге келе алмайды. Сол Кыйбасекер тұрған теректің янында бір жұрт болған. Сонда бір хан көшіп келеді. Сол ханның ялшысы бір кере суға келеді. Құйдың ішіне қарап, су үстінде Кыйбасекердің суретін көреді. Ол өзіндей көріп, «Дүнияда менен спай бір адем жоқ», деп шелеклерді ұрып, бұсып, үйіне қайтып барады. Ханға, «Дүнияда менен спай біреуде жоқ», деп айтады. Хан оға ашуланып, яңғы шелек беріп жібереді. Ол құйға барып, тағы да шелеклерді бұзып қайтып кетеді. Үшінші кере хан бұға ашуланып, тағы да шелек беріп жібереді. Теректің басына қараса, онда 2 яз баласы мен Кыйбасекер отырған болған. Ялшы оға жұмсақ кепте айтады. «Түс, сен битлеген боларсың, шашынды тарайым, шомылдырайым». Кыйбасекер оға инанып түседі. Ол оны шомылдырған кісі болып, құйға итеп йығады. Өзі 2 балаты янына алып, теректің басында отырады. Біраз заман яшап, хан басқа жаққа көшіп кетеді. Бір заманнан соң бостоқлы Кыйбасекерді алмаға келеді. Ама теректің басында ялшы отыры еді. Ол ялшыды көріп сейірсініп сұрайды. «Бұрның сенің неге шошайған, Кыйбасекер?» Сімгіре шошайған. «Аузың неге қишайған?» Түкіре қишайған. «Қолың неге тарбайған?» Міне түсі тарбайған. Соң мұны бостоқлы түсіріп үйіне әкетеді. Оның ялшысы бір кере суға йылқы суғармаға барады. Құйға шелек жіберіп, су алайым десе, Кыйбасекер шелегіне қаптырылып судан шығады. Сорайды. «Бұл қайсы байдың йылқысы?» «Бостоқлы байдың йылқысы». Кыйбасекер сонда қайғылы кепте ерлайды. «Қызанбайдың қызы едім, Кыйбасекер атлы едім, Бозақбайдың келін едім, Бостоқлы бай үй едім. 2 алмадай баларым, қалай түсі есіме». Сөйтіп айтып, қайтара құйдың ішіне түседі, ялшыға. «Бостоқлыға есіткенді айт», дейді. Бостоқлыдың үйіне келіп, ялшысы 2 қасықпын, 2 шорғамын ас ішіп, бәрінде мұтады. Екінші кере сол ялшы құйға йылқы суғармаға кетті. Тағы да Кыйбасекер алдында айтқан затты айтып, бостоқлыға айтарсың деп құйға түсіп кетеді. Ялшы үйге барып, тағы да 2 шорғамын ас ішіп, басына шорғады тең тұрып, бәрінде мұтады. Үшінші кере барады. Үшінші кере тағы да Кыйбасекер шығады. Тағы да алдыңғы айтқан затларды айтып, бостоқлыға айт деп құйға түсіп кетеді. Ялшы бертін кесек етіп үйіне барады. 2 қасықпын, 2 шорғамын ас ішеді. Басына шорғады тең түреді. Оға сысы болады.
Birden bir gün şeşedi. Bir günün keseklerini ko'rib, Qibasekerning quydan suvirilib chiqqani onun esine tushadi. Ol onun aytgan so'zlarini Bo'ztoqliga aytadi. Bo'ztoqli bir sinchi odamga borib, "Ne etayim?" deb so'raydi. Sinchi oğa aytadi: "Sen quydan yanına bak. Bir ikon shonqir qaz. Iki besikka iki balады sal. Balalar yılaganda ol dayana almay шығар. Sol zamanda sen onu bek etip ısla emki verme. Versen ol qaytып шықпас." Bo'ztoqli quyning yanına barib, ikon etip shonqir qazadi. Iki balada iki besikka saladi. Balalar aqirib yılab baslaydılar. Bo'ztoqli o'zi shonqirning ishine yatadi. Qibaseker dayanolmay шығады, iki balada emgistib baslaydi. Sol zamanda Bo'ztoqli onu qag'ib ıslaydi. Yever! Deydi Qibaseker. Endi men seniki tuğul. Sen meniki tuğul. Yever! Bo'ztoqli yevermeydi. So'ng onu igo alıp keledi. Ikon to'y etediler. Aldağan yalşıp bir şeyden soradılar. "Sağa 40 sıyrak gerek mi? Ya da 40 pışak gerek mi?" Vay, qirg'in pishaq ne eteyim? 40 sıyrak gerek. So'ng bunu 40 yılqının quyruğuna baylap yeverediler. Atlar ırkıp yuvarıp ketediler. Bo'ztoqli bilan Qibaseker o'ngib yashab qaladılar.